Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Сіздерді келе жатқан 2026 жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жылда әр отбасына табыс, қуаныш, амандық және ел іргесіне тыныштық тілеймін. 2025-26 оқу жылында мектебіміздің оқушылары, ұстаздары республика, облыс, аудан көлеміндегі шығармашылық сайыстарда, пән олимпиадаларында жоғарғы жетістіктерге жетті. Қазіргі таңда мектебімізде 105 мұғалім, 35 кіші қызметкер қызмет атқаруда. 105 мұғалімнің ішінде 3 шебер, 35 педагог зерттеуші, 14 педагог сарапшы және 35 педагог модератор білім мен тәрбие беруде. Бірінші және 11 сыныптың арасында 1088 оқушы, даярлықта 96 оқушы, барлығы 1184 оқушы білім мен тәрбие алуда. Қазіргі таңдағы білім сапасы 77%, оқу заттары 239, екпінді 510 оқушы. Бірінші, төртінші және әлеуметтік жағынан аз қамтылған көп балалы отбасылардың балалары бір мәрте ыстық тамақпен қамтамасыз етілуде. 1 мен 4 сынып арасында 460 оқушы, 5 пен 11 сыныптың арасында 65 оқушы бір мәрте ыстық тамақпен қамтамасыз етілуде. Бұл ыстық тамаққа қыркүйек айында 6.758.218 теңге, қазан айында 6.963.772 теңге, қараша айында 8.649.600 теңге, желтоқсан айында 3.167.000 теңге аударылды. Мұғалімдердің еңбек ақылары уақытылы төленіп отыр. Сонымен қатар, жақында президент шыршасына мектебіміздің үздік оқушысы, көп балалы отбасынан шыққан бірнеше сайыстардың жеңімпазы Сағат Балауса облыс әкімінің шыршасына 8 сынып оқушысы Бейсенғазы Көркем барып жақсы көңіл-күймен оралды. Оқушыларымыз түрлі шығармашылық сайыстардың және пән олимпиадаларының жеңімпаздары. Жұмабаева Мақпал президенттік пән олимпиадасында облыс, аудан көлемінде жүлделі бірінші орынға ие болып, республикалық президенттік пән олимпиадасына қатысып келді. 11 сынып оқушысы Сүлейменов Данияр 21 ғасырдың көшбасшысы сайысында ауданда бірінші орын, облыста жүлделі үшінші орынға ие болды. Сонымен қатар оқушыларымыз спорттық сайыстардан да қалақан емес. Баскетбол, волейбол сайыстарында ауданнан жүлделі бірінші орынға ие болып, облысқа жолдама алып отыр. Әлемді бағындырып келген оқушымыз Еркінбек Әкежан кешегі күн өткен аудан әкімінің жыл таңдауында ауданның жыл оқушысы атанды. Бұл біздің мектеп үшін де үлкен мәртебе деп ойлаймын. Сонымен қатар, республикалық пән олимпиадасының аудандық кезеңіне қатысқан 29 оқушымыз жүлделі орын алып, 7 оқушымыз облысқа жолдама алды. Барлық сайыстардағы жеңімпаз болған оқушыларымыздың жетістігі бұл пән мұғалімдері мен ата-аналардың және сынып жетекшілерінің жүйелі жұмысының нәтижесі. Келер 2026 жылда мектебіміз, аудан, облыс және еліміз үшін жақсы жаңалықтармен қуантатын жыл болады деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын.